Қайырлы күн, менің есімім Ерназар. Бүгін ленточный шуруповерт туралы айтатын боламыз. Бұның қолдануға қаншалықты ыңғайлы, артықшылықтары және кемшіліктер туралы жұмыс барысында қалай қолданылатын кадрларын көрсететін боламын. Қалай қолдану керек, қалай гипсокартонды жылдам бітіруге болады көрсететін боламын. Жалпы сіздерге сырттай түсіндіріп өтетін болсам, бұл шуруповерттің негізгі бөлігі қарапайым шуруповерттермен бірдей. Батарейкасы тоқтамай 2 сағат жұмыс істеуге жетеді. Тұтқасы қолмен ұстағанға өте ыңғайлы, қолда жеңіл салмағы. Бұның өзге шуруповерттердің негізгі артықшылығы бұл мынандай насадкасының болуында. Бұл осы насадкасы жұмысты жылдамдатады. Бұған лента қалай салынады, қазір мен сіздерге көрсетейін. Осындай дайын ленталар болады. Бұл лентада 53-тік шуруп жиналған, дайын осылай келеді. Бұл әрине жұмысты жылдамдатуға арналған. Лентаны салу оңай. Болды, біздің лентамыз дайын. Жұмысты бастай берсек болады. Қарапайым шуруповертке қарағанда, бұнымен 5 есе жұмысты жылдамдатуға болады. Сосын екінші бір артықшылығы, шуруп жерге шашылмайды екен. Жерге шашып, оны жинап жүрмейміз. Әр шурупты қалтадан алып салып отырмаймыз жеке-жеке. Бұл біздің көптеген пайдалы инструменттердің тек бір түрі ғана. Бізде бұдан да қызық, бұдан да пайдалы, ең сапалы, ең жақсы инструменттердің түрлері өте көп. Ол инструменттер туралы сізге қызық болса, онда біздің каналымызға міндетті түрде жазылыңыз. Алдағы уақытта басқа инструменттерді барлығын көрсететін боламыз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.